Ассалаумағалейкум ардақты әлеумет, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Амангелді Құлманов. Бүгін көретіндеріңіз. COVID-19 екінші толқын. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке нендей тапсырма берді? Қандай олқылықтардың орнын толтыру керек? Алғашқы кезеңде қандай қателіктер жібердік? Неге бұл адамдарға көмек көрсетілмеді? Қандай шаралар қабылданып жатыр? Солтүстік Қазақстан облысында құс тұмауының өршуіне байланысты қанаттыларды жаппай қыру туралы шешім қабылданды. Қаз үйрек асырап отырған қарапайым халық қандай уәж айтты? Оларға енді не істемек керек? Өліп қалса ештеңе демес едім, өліп қалса өзім жағып жіберер едім. Бұдан былай шенеуніктерге және отбасы мүшелеріне сыйлық, материалдық сыйақы беруге тыйым салынады. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жемқорлық туралы заңға қол қойды. Коронавирустан қайтыс болған дәрігердің отбасына тексеру жүргізілместен төлемақы беріледі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирус індетінің екінші кезеңіне дайындық мәселелері бойынша кеңесте осындай тапсырма берді. Мемлекет басшысы індеттің екінші толқыны жағдайында негізгі соққыны тағы да медицина мамандары өздеріне алатынын. Дәрі-дәрмек пен аппараттар емес, дәрігерлер біздің негізгі ресурстарымыз саналатынын айтты. Екінші жарты жылдықта төлемақыға 150 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Дегенмен төлемақы мен сақтандыру төлемін алуда әлі күнге дейін бюрократиялық кедергілер жасалып отырғанын сынға алды. Кеңесте кеңінен талқыланған келелі мәселелер толығырақ Асылбек Тойбектің материалында. Президент коронавирус індетінің екінші кезеңіне дайындық мәселелері бойынша кеңесте кеселдің бірінші толқынында кеткен кемшіліктерді тілге тиек етті. Енді жинақтаған тәжірибемен екінші толқынында есеңгіремей еліміз есен сау еңсеру керектігін айтты. Дертпен күресетін дәрігерлердің еңбегінің лайықты бағаланбағанын сынға алды. Жергілікті жерлерде төлемақы бойынша цифрлармен ойын жалғасып, оларды бөлудің әлі күнге дейін ашықтығы жоқ. Бұл жол бермеуге болмайтын ахуал. Бұған қоса бас дәрігерлер жұмыс уақытын дәрігердің пайдасын емес, түзетуге тырысады. Медицина қызметкерлері өздеріне тиесілі ақшаны өтініп сұрап алуға тиіс емес. Пандемия кезеңінде 2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 182 медицина қызметкері коронавирустан қайтыс болды. Қазір бұл істерді түрлі комиссиялар қарайды. Жәрдемақы тек 37 отбасына төленді. Мүлдем қолайсыз жағдай. Постфактумның өлім себептерін анықтау көптеген қиындықтарды тудырады. Соның ішінде этикалық. Осыған байланысты үкіметке осы мәселе бойынша егжей-тегжейлі тергеу жүргізбей, қаза тапқан дәрігерлердің отбасыларына барлық тиісті жәрдемақыларды төлеу тапсырылады. Коронавирус өршігенде оған қарсы күрес үшін қажетті шаралардың барлығы қабылданғанын айтты президент. Алайда тестілеу көлемінің төмендеу үрдісі байқалған. Тәулігіне 40-тан 60 мыңға дейін зерттеу жүргізу мүмкіндігі болғанымен, орташа есеппен 18 мың зерттеу жасалуда. Зертханалардың жүктемесі 40% шамасында. Президент өңірлік бөліністе көлемді теңестіруге қол жеткізілмегенін ескертті. Ал мемлекет басшысының айтуынша зертхана желісі кеңейтіліп, барша әлемде тестілеу құны төмендегеніне қарамастан, елімізде тестілеу бағасы әлі де жоғары болып тұр. Также важно обеспечить значительное снижение цен. Сондай қорғаныс маскаларына бағаның айтарлықтай төмендеуін қамтамасыз ету маңызды. Олардың бағасы басқа елдермен, атап айтқанда Ресеймен салыстырғанда әлі де жоғары. Үкімет маскаларға шекті бөлшек сауда бағасын 60 теңге шегінде бекітуді жоспарлап отыр. Ресейде маған хабарлағандай, құны 20-дан 30 теңгеге дейін, яғни баға азаматтар үшін қолайлы. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігіне осындай бағалардың барлығына талдау жүргізуді және баға саясатының зертханалық қызметтермен жеке қорғаныш құралдары бөлігінде мониторинг жүргізуді қамтамасыз етуді тапсырамын. Президент дәрі-дәрмек тапшылығын болдырмау керектігінде бас айтты. 2 айға жететін қор жасақталып, ең қажетті деген дәрі-дәрмектің тізімі ұлғайтылып, оны сырттан әкелу және тіркеу тәртібі жеңілдетілгенмен, өңірлерде дәрі-дәрмектерді тұрақтандыру қорларының көлемі және дайындық жұмыстары біркелкі емес деді. Маңғыстау және Алматы облыстарында емханалар мен ауруханалардың дайындығы нашар екендігі анықталып отыр. Осы олқылықтарды үкімет пен әкімдер дереу түзетуге міндетті. Үкіметке әкімдермен бірлесіп, 2 апта ішінде тұрақтандыру қорларын белгіленген нормативке сәйкес жасақтауды және медицина инфрақұрылымының толық дайын болуын қамтамасыз етуді тапсырамын. Үшінші мәселе. Мониторинг жүргізетін топтардың белсенділігі төмендеп барады. Әлеуметтік желілер арқылы түрлі жиын тойларда
түсірілген фото суреттер таралуда. Мониторинг жүргізетін топтар тексерістерін азайтты. Бұл ретте карантин шаралары сақталмай, заң бұзу деректері көбейіп кетті. Әкімдерге мониторинг жүргізетін топтардың жұмысын жандандыруды тапсырамын. Мемлекет басшысы денсаулық сақтау саласын цифрландыру жұмыстарының тежелгендігін айыптады. Бұл мемлекеттік органдардың келісілмеген іс-әрекетін білдіреді деп бағалады. Помимо этого, Бүгінде бірқатар тапсырманы орындауда асыра сілтеушілік байқалады. Айталық СК фармация мен медициналық сақтандыру қоры бойынша қылмыстық тергеуге байланысты денсаулық сақтауда цифрландыру іс жүзінде тоқырап қалды. Қазіргі уақытта Қаржы министрлігі қаржылық мониторинг комитетінің қылмыстық істі тергеу және сотқа дейінгі тексеру аясында денсаулық сақтаудың интеграциялық тұғырнамасына қандай да бір өзгертулер енгізуге бағытталған барлық іс-әрекет тоқтап тұр. Бұл мемлекеттік органдардың келісілмеген іс-әрекетін білдіреді. Президент көтерген 6-шы мәселе ана мен бала денсаулығын қорғауға қатысты болды. Ана өлімі көрсеткіші барлық өңірде бірнеше есе көбейіп кеткен. Былтырғы 8 айда 36 әйел қайтыс болса, биылғы 8 айда 131 әйел өмірден өткен. Мысалы, Ақтөбе облысында бұл көрсеткіш шамамен 13 есе, Қызылорда облысында 9 есе, Шымкент қаласында 7 есе артқан. неге бұл адамдарға көмек көрсетілмеді? Қандай шаралар қабылданып жатыр? Бұл өте өзекті сұрақтар, оларға әкімдер жауап беру керек. Үкіметке өңірлермен бірлесіп, аталған фактілердің әрқайсысын тексеріп, нәтижесін баяндауды тапсырамын. Сонымен қатар мемлекет басшысы әуежайлар мен теміржол вокзалдарында қатаң эпидемиологиялық бақылау енгізуді тапсырды. Стратегиялық нысандардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету керектігін айтты. Өңір әкімдеріне азық-түлік тауарларының қорын жеткілікті түрде қалыптастыру міндетін жүктеді. Бұл ретте құс тұмауының өршуіне жол берген ауыл шаруашылығы министрлігін сынға алды. Ал бидайдың жоғары түсіміне қол жеткізген шаруалар мемлекеттік наградаларға әбден лайық деп алғысын білдірді. Асылбек Тойбек, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан. Ал COVID-19 бойынша еліміздегі қазіргі ахуал мынадай. Коронавирустан 103.465 адам жазылып шықты. Оның 13.650-і Нұр-Сұлтанда болса, Алматыда 14.107 жан айыққан. Шымкентте бұл көрсеткіш 5.025. Жалпы ел аумағында 108.362 азамат ауруды жұқтырса, өкінішке қарай 1.752 отандасымыз дерттің құрбаны болды. Карантин шаралары жеңілдетілгенмен санитарлық талаптарды сақтау жеңілдеген жоқ. Дәрігерлер қауіпті індеттен қорғанудың бірден-бір жолы маска тағу деп айтқаннан шаршаған емес. Сауда орындары мен азық-түлік дүкендерінің қызметкерлері қазіргі карантин кезеңіне қаншалықты үйренді. Қала тұрғындары маска тағу тәртібіне жауапкершілікпен қарай ма? Әріптесім Ұлағат Арғын қала тұрғындарының пікірін жинап келді. Қала орталығында орналасқан ірі сауда нысанындағы санитарлық жағдай мониторингтік топтың көңілінен шықты. Ғимараттың бұрыш-бұрышында санитайзерлер орналасқан. Әр сауда желісінде қызылды-жасылды жадынамалар ілінген. Онда қауіпті індеттен сақтанудың жолдары мен қауіпсіздік ережелер жазылған. Тұтынушылар денсаулығының қауіпсіздігі үшін баспалар мен тұтқалар әр 2 сағат сайын тазаланады. Жарамсыз болған маскалар мен медициналық қолғаптарды да тастайтын арнайы қорап бар. Антисептики есть? Покажите, что-то у входа у вас нету. Бетпердесін үйінде ұмытқан тұтынушылар үшін де осындай сауда орталықтарында барлық жағдай жасалған, яғни кіреберісте осындай дәріханалардың бөлімдері орналасқан. Саламатсыз ба? Бетперде берсеңіз. Айтпақшы айта кететін жайт, баға тұрақтылығы да мұнда маңызды. Бір бетперде 60 теңге тұрады. Бұдан бөлек сауда орталықтарындағы әр бутиктің шаршы метріне байланысты адамдардың сыйымдылығы да көрсетілген. Яғни мына бутикке 29 адамға дейін бір мезетте сауда жасауға болады. Соңғы уақытта алматылықтарда бетперде тағуға ерекше ден қоя бастаған. Олар дүкен мен дәріханаларға кірерде бетперде болмаса сауда жасай алмайтынын айтады. Сақтаймыз, маска тағамыз. Антисептик. Балаларға айтып отырамыз, бәрі сақтаныңдар деп. Антисептик, қолдарды жуады, тазалап, маскамен кіреді көпшілік жерге. Мы стараемся вообще не посещать, только по надобности в аптеку и за продуктами. Басында онша сенбей неткен, енді қазір жақсы тағып жүр. Балаларда, үлкендерде бәрі. Қорқасыздар ма? Иә, қорқамыз, конечно.
Бостандық ауданы бойынша жұмыс істейтін мониторингтік топ қалада карантин енгізілгелі 2600 рейд жұмыстарын жүргізіпті. Шара аясында 106 кәсіпкерлік нысан иесіне айыппұл салынып, жұмысы тоқтатылды. Санитариялық мамандардың айтуынша қазіргі таңда аудан бойынша эпидахуал тұрақты. Қазіргі жағдайда коронавирус инфекциясы бойынша ауданда жағдай тұрақты болып тұр. Жазғы мезгілмен санағанда, мысалы, қыркүйек айында 19 шұғыл хабарлама түсті. Қазіргі күнде тұрақты жағдай, себебі күнделікті 1-2 шұғыл хабарлама түсуде. Оған қарамастан бас санитарлық дәрігердің қаулысын көрсетілген карантин шараларды орындауларыңызды сұраймыз. Бүгінде Бостандық ауданында 17 ірі сауда нысаны бар. Олардың бәрі де қазір штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Қалалық кәсіпкерлік басқармасы мамандарының айтуынша, жабық базарлар мен дүкендердің сенбі және жексенбі күндерде қашан іске қосылатынын айта алмай отыр. Бәрі де эпидахуалға байланысты дейді. Лоға Тарғын, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Дегенмен қоғамдық орындарда медициналық маска киіп, алшақтық сақтау коронавирустан сақтанудың басты шарты. Осы тұста Алматыдағы шағын және орта бизнес нысандарының жұмысы қалай жүзеге асуда? Кезекті тексерістің мән-жайын Аяулым Көлжігіт тарқатсын. 6 қазаннан бастап мегаполистегі бір қатар бизнес нысандарына кәсібін қайта жандандыруларына рұқсат етіліп, қызмет көрсету уақыты ұзартылды. Әсіресе қоғамдық тамақтану орындары бұрын 23:00-ге дейін жұмыс істесе, қазір түнгі 12-ге дейін меймандарды қабылдай алады. Тек санитариялық талаптар сол күйі қатаң түрде сақталуы қажет. Шаһарда карантин талаптары жеңілдетілгелі бері ірі қоғамдық тамақтану орындарының біріне бас сұғып, мұндағы жұмысты бақылағанда адамдар отыратын үстелдер арасында арақашықтықтың сақталғанын байқадық. Сондай-ақ мекеме әкімшілігі ас алуға тапсырыс беретін жерде 1,5-2 метрлік арақашықтықты белгілеп қойған. Десе де келушілердің басым бөлігі ережелерді елемеген сыңайлы. Себебі көпшілігінде медициналық бетперде жоқ, алшақтық сақталмаған. Әуезов ауданында орналасқан бұл тамақтану орнында кіреберісте тепловизор мен дене қызуы өлшенбейді және келушілерге бетперде тағу талап етілмейді екен. Десе де даяшылар мен аспаздар қорғаныш құралдарымен қамтылған, санитайзерлер мен тіркеу журналы бар. Бірақ кейбір жұмысшыларға бетпердесіз қызмет көрсеткен үшін хаттама толтырылып, бірнеше ескертулер жасалды. Мы, конечно, это все учтем. Енді біз бәрін ескеретін боламыз, одан да ұқыпты болуға тырысамыз. Алдағы уақытта қателіктерді түзетіп, ескертулер алмаймыз деген үміттеміз. Сондай-ақ жұмысы қайтадан жанданған автокөліктерге сервистік қызмет көрсету орталығы да тексерілді. Онда барлық санитариялық талап қатаң сақталыпты. Тіпті тұтынушылар үшін сыртта бөлек күту орны жасалған. Уже самих неспиртовых средств, которые мы выдаем непосредственно каждому нашему сотруднику, чтобы он это имел на руках. Ну и вот такие мы постоянно закупаем. То есть у клиента, и это такой запас у нас есть всегда. Айта кетейік, Әуезов ауданындағы бірнеше нысандарды тексеруге 3 мобильді топ жұмылдырылды. На сегодняшний день составлено... Бүгін карантин талаптарының сақталмауы бойынша бірнеше фактілер тіркеліп, түсініктемелер алынды. Енді хаттамалар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетіне жолданатын болады. Жалпы Әуезов ауданы бойынша шағын және орта бизнес кәсіп иелерінің жұмысына жүргізілген тексеріс барысында 434 құқық бұзушылық тіркеліпті. Алдағы уақытта тексеру жұмыстары жалғасып, ереженің сақталуы қадағаланатын болады. Аяулым Көлжігіт, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Карантин талаптары жеңілдегенімен дерттің қаупі сейілген жоқ. Керісінше әлем елдерінде індет күн сайын өршіп барады. Сондықтан маска тағып, адам көп баратын жерлерге бармағаныңыз жөн. Сақтық шараларын барынша сақтаңыз. Сіздің қауіпсіздігіңіз қоғамның қауіпсіздігі. Өзге ақпарат. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне қылмысқа арандату деген бап енгізіледі. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов айтты. Оның сөзінше аталған бап әрекеттердің ауырлығына және салдарына байланысты 3 бөліктен тұрады. Заңда жедел іздестіру қызметін немесе сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын лауазымды адамдардың қылмыстарды арандатқаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қылмыстық кодекске қылмысқа арандату деген 412.1 бап енгізіледі. Ол тек парақорлықпен шектелмей, кез келген қылмысты қамтитын болады.
Бұл ретте жедел іздестіру қызметін немесе сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыратын лауазымды адамның кейіннен әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту немесе бопсалау мақсатында адамды қылмыс жасауға көндірген заңсыз әрекеттері қылмыстың арандатуына жатады. Ал ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жемқорлық туралы заңға қол қойды. Бұдан былай шенеуніктерге және отбасы мүшелеріне сыйлық, материалдық сыйақы беруге тыйым салынады. Ал мемлекеттік қызметкер мен оның отбасы сыйлық берушінің пайдасына қарай қызмет ұсынса, немесе өзара туыстар бір ұйымда жұмыс істесе, бұл да жемқорлық болып саналады. Сонымен қатар жаңа заң мемлекеттік сатып алу бойынша шешім қабылдайтын квазимемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне де қолданылмақ. Өзге жаңалық, солтүстік Қазақстан облысында құс тұмауының өршуіне байланысты қанаттыларды жаппай қыру туралы шешім қабылданған. Тіпті ауру белгілері анықталмаған құстар да жойылып жатыр. Өңірдегі екі елді мекенде арнайы мамандар қаз-үйректерді ұйықтатып, өлексөлерін өртеп жіберген. Тұрғындар болса, бұл шешімге қарсы дейді. Өңірдегі тілшінің материалы. Қызылжар ауданы Бескөл ауылының тұрғындары сауық құстарды өлтіруге қарсы. Гусельниковтар отбасы 25 үйректі бағып отыр. Зейнеткерлер ауру белгілері табылмаған құстарды неге жойып жатыр деп наразы. Құстарын жоюға келген мамандарды қораларына кіргізбеді. Ал мемлекет тағайындалған өтемақы сомасына көңілдері толмайтынын айтады. Пришли, дали эту как? Келіп жадынама парақшасын қалдырамыз деді. Сізде тауық бар ма? Я қанша? Санап айттым. Не істейсіздер дедім. Жай жадынама қалдырамыз деді. Бүгін өлтіруге келді. Әрине қарсымын. Елизавета Мусина жолдасы екеуі тауық өсіріп жұмыртқасын сатып күн көрген жандар. Қария құстарынан ешқандай ауру белгілері байқалмағанын айтады. Мамандардың сау тауықтарды өлтіріп жатқанын көргенде тіпті қан қысымы көтеріліп кеткен. Сдохла, даже разговора не был. Өліп қалса ештеңе демес едім. Өліп қалса өзім жағып жіберер едім. Олар жұмыртқаламайтын. Қазір жұмыртқаламайды. Бізге атаң екеумізге осы 11 тауықта жететін еді. Мәселе ақшада да емес. Олар біздің құстарымыз ғой. 2 жұмыртқасын алып жесек те. Қазір енді біреуде қалған жоқ. Арнайы комиссияның шешімі бойынша Қызылжар аудандағы Бескөл мен Якір елді мекендеріндегі үй құстарын жою туралы шешім қабылданған. Жалпы тұрғындардың 5000-ға жуық құстары жойылмақ. Бүгін өтемақы сомасы да белгілі болды. Комиссия арқылы біз орташа бағаны қабылдап, мынау құстың бағасы, яғни цифра бойынша айтқанда тауықтың бағасы 944 теңге, жұмыртқа породалар, және кури, мынау мясных пород дейді, 1346 теңге, қаздар 5321 теңге, және үйректер 2744 теңге деп санап комиссия бойынша бекітілді. Үй құстарын жоюға қарсылық білдірген тұрғындарға 20 айлық есептік көрсеткіш есебінде айыппұл салынады. Жалпы облыс бойынша аса патогенді құс тұмауынан 208 мыңға жуық құс қырылған. Олардың ішінде 16 мыңнан астамы үй құстары, ал қалғаны құс фабрикасының қанаттылары. Осы уақытқа дейін Қазақстанның 7 облысында құс тұмауының тіркелгені белгілі. Салима Базарбекова, Қуаныш Әлтенов, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысы. Назарларыңызда жаңалықтар. Алматыда күзгі ағаш егу жалғасуда. Басты мақсат қаланың көркіне сән беретін жасыл желек қорын арттыру. Бүгін жастар ресурстық орталығының бір топ еріктісі Нұркент ықшам ауданында 30 шақты алма ағашын екті. Эко Алматы акциясы шетсіз қала және жасыл қала бағдарламалар аясында жүзеге асты. Осылайша жастар қаладағы бос жерлерді гүлдендіруді көздейді. Жалпы акция аясында тағы да басқа аумақтар қамтылатын болады. Алматы қаласының демалыс орталықтары және 8 ауданда орналасқан жастар ресурсы орталықтарының қызметкерлері мен волонтерлары Эко таза қала акциясын жалғастыруда. Акцияның мақсаты қаламызды гүлдендіру, одан әрі қаламыз алманың отаны білесіздер, осында алма ағашын отырғызып, одан әрі жандандыру болып табылады. Бюджетке қатысу жобасы аясында Наурызбай ауданында 129 миллион теңгеге 8 жаңа нысан ашылды. Игі бастаманың көмегімен аймақта спорт және ойын алаңдары, мәдениет орталықтары мен кітапхана, сондай-ақ зейнет жасындағы тұрғындар үшін белсенді өмір орталығы ашылды.
Жоба аясында аудан аумағында жүзеге асырылып жатқан жобалардың жай-күйімен әріптесім Сымбат Ноғай танысып келді. Белсенді өмір орталығында жергілікті қариялар өз амандастарымен бас қосып уақыттарын тиімді өткізе алады. 20-дан астам қызмет түрін көрсететін орталықта зейнеткерлердің емдеу сауықтыру жаттығуларымен айналысып, компьютерлік сауаттылықты арттыруына мүмкіндік жасалған. Келушілер тіпті шет тілдерін меңгере алады. Қазір бұл мекемеге 2,5 мыңнан аса зейнеткер тіркелген. Карантинге байланысты қазір сабақтардың барлығы онлайн форматта өтуде. Қарияларымыз өте қызығушылықтан өз белсенділіктерін танытып отыр. Сабақтарымызға белсене араласады, және ол кісілермен бізде кері байланыс бар. Үйге берілген тапсырмаларды мұқият дайындап, бізге кері байланыс арқылы жіберіп отырады. Яғни бұл жерде не көруге болады? Осы кісілердің қызығушылықтарын көруге болады. Бюджетке қатысу жобасы аудандағы заманауи воркаут алаңын салуға да сеп болды. Тұлпар ықшам ауданында салынған спорттық нысанда енді сол маңайда тұратын тұрғындар шынығатын болады. Кішкене қалашық және спорт кешені ұйымдастырылып жатыр. Біз осыған өте қуаныштымыз. Балаларымызға да, мына үлкен қарияларға да серуен жасағанға өте қолайлы. Бізге өте ұнайды. Шешімін тапқанына сондай қуаныштымыз. Жоба аясында салынып жатқан нысандардың енді бірі Қалқаман ықшам ауданындағы Шымырбол атты спорт кешені. Онда аймақтағы балалар бокс және күрес сияқты спорт үйірмелеріне тегін қатыса алады. 250 адамға арналған орталықтың құрылыс жұмыстары осы айдың ортасына дейін аяқталады. Осы айдың ортасына қарай бітеміз осы құрылысты. Қазір мына краскілеп жатырмыз, енді соңғы нелер деп ойлаймыз осыны. Осы краскіден кейін уже бұл құрылысты бітіріп, осы жердің жас балалары жаңағы спорт түрлерінен, күрестен, бокстан сондай нелерді дайындалуға болады. Ал биылғы бюджетке қатысу 20-21 жобасына аудан тұрғындары жалпы сомасы 1 миллиард 870 миллион теңге болатын 52 өтінім берген. Нақты қандай жобалардың іске асатыны ашық дауыс беру кезеңінен кейін белгілі болады. Сымбат Ноғай, Елкінжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Өзге жаңалық. Бүгін Егемен Қазақстан газетінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Абай аманаты» атты мақаласы жарық көрді. Мақаланың кіріспесі ұлы тұлғалар күнелер күйреп, жаңаның бой көтеріп жатқан тұсында дүниеге келетінен басталады. Сондай тұста туған Абай ескі қоғам мен жаңа қоғамның арасын жалғайтын алтын көпірге теңеледі. Осыған орай зиялы қауым өкілдері мақаланың мәні мен маңызын ашып пікір білдірді. Абай аманаты деген атаумен шыққан мақалада елбасы ұлы ақынды алғаш қалай танығандығын, Абай мұрасын бала кезінен жадына тоқып өскенін жазады. Осы тұста ғұламаны тануда өз анасы мен әжесінің ықпалын ерекше сезіммен атап өтеді. Одан кейін бұл кісінің өмір бойы бір пір тұтатын, әрбір рет осы алғысын жолдап отыратын ол ұстаздары, ұстазының еңбегіне үлкен мағына мән беріп алғысын білдіріп жатыр. Осының бәрі қазіргі күн талабында біздің халқымызға, мына өсіп келе жатқан ұрпаққа әрбір жолы мақаланың үлгі деп мен санаймын. Материалда Абайдың мейірім, татулық, бірлік хақында айтылған шығармаларын қаламға арқау еткен қоғам қайраткерлері елбасы ұлы ақынға биік баға беріп, Абайды ояну дәуірінің көшбасшысына балайды дейді. Оқу бар, соны көңілге тоқу бар. Білдіңіз бе? Сондықтан ол Абайды біреулер ауыр түсіну қиын дейді. Абай түкте қиын емес. Тек оған ынта керек, ықылас керек. Мақаланың бойындағы менің бір түсінгенім, сезінгенім, елбасы осы жағдайға да басты назар аудартады. Тұңғыш президент Абайдың 150 жылдық мерейтойын атап өту сәтін еске алып, сол жылдардағы қиын қыстау кезеңге қарамастан ұлы ақынды ұлықтау өз дәрежесінде өткенін айтады. Алғаш ЮНЕСКО-ға хат жазып, тіпті ЮНЕСКО-ның бұрынғы дәстүр бойынша тек қана дөңгелек даталарды атап өтетін. 200 жылдығы, 100 жылдығы, 300 жылдығы деп. Ал енді Абайдың соған қарамастандағы өзінің бүкіл биігін сала отырып, Абайдың 100 жылдық тойын ЮНЕСКО-ның шеңберінде атап өту сол кезеңдегі үлкен ірі оқиға болды.
Абайдың биылғы 175 жылдығы да әлемді жайлаған індетпен тұспа-тұс келгенін жазған. Бірақ келешекке деген сенім мен сындарлы әрекеттің арқасында бұл қиындықты да еңсеретін боламыз деп сенім білдіреді. Назкен Еркін, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы. Алматы жастары 3.0 бағдарламасы аясында жыл басынан бері 725 отбасы баспаналы болды. Қала әкімдігі тарапынан қолдау тапқан Алматы жастарының 3-ші кезеңіне өтініш бергендер қазір жолдама алып, құжаттарын рәсімдеу үстінде. Әр кезең сайын үй алушыларға да бағдарлама талаптары жеңілдетіліп отыр дейді құзырлы орган өкілдері. Толығырақ Ұлағат Арғын тарқатсын. Сымбат Әлімбетова мәдениет саласының қызметкері. Бірнеше жыл пәтер жалдап жүрген ол, осыған дейін түрлі бағдарламалар арқылы үй алуға өтініш түсірген. Соның ішінде Алматы жастарымен сәті түсіп, ойлаған баспанасына қол жеткізді. Карантинге байланысты қоныс тойын тойламаса да, туған туыстары онлайн құттықтауларын жаудырып жатыр. Бақ шабады ма, бап шабады ма демекші. Бір күні хабар келді, бір айдың көлемінде. Сол кезде дереу үй іздеп, бір айдың көлемінде осы кілтке үйге қолым жетті. Осы Алматы жастарын ұйымдастырған адамдарға көп рахметімді айтамын, алғысымды айтамын. Бұл жалпы программа өте тиімді. Бүгінге дейін 10.599 өтініш келіп түскен. Оның ішінде 1858 азаматтың құжаттары талаптарға сәйкес келіп, баспана алуға жолдама берілді. Өтініш түсіргендердің ішінде денсаулық пен білім саласының мамандары көп. Алматылық жастар үшін тиімді бағдарлама қатарынан 3 кезең бойына жалғасып келеді. Соңғы кезеңде резервке алынғандар аз емес. Ал жолдамаға қол жеткізгендер белгілі уақытта төлем қабілеттілігін растай алмаса, немесе құжаттары сәйкес келмеген жағдайда, олардың орнына резервтегі өтініш берушілер құжат тапсыруына мүмкіндік алады. Бірінші құжат қабылдау бойынша 3220 өтініш келіп түсті. Екінші құжат қабылдау бойынша 5471, үшінші құжат қабылдау бойынша 1908 өтініштер келіп түсті. Бірінші, екінші құжат қабылдау бойынша 7 сала бойынша, ал үшінші құжат қабылдауда 5 сала бойынша ғана құжат қабылдау жүргізілді. Бұл жерде білім саласы мен денсаулық сақтау саласы бойынша құжаттар үшінші құжат қабылдауда жүргізілген жоқ. Себебі бірінші, екінші құжат қабылдау бойынша өте көп құжаттар қабылданды. Бүгінде 725 отбасы мемлекеттік бағдарлама аясында баспаналы болды. Жалпы жоспар бойынша Алматыда 1000 адамда тұрғын үймен қамту жоспарланып отыр. Ұлағат Арғын, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы. Қазақ тілінің ілгері дамуы үшін мемлекеттік тіл туралы арнайы заң мен мықты әдістеме керек. Тіл жанашырлары қалалық қоғамдық кеңестің ұйымдастыруымен өткен жиында осындай бірқатар ұсыныс айтты. Сонымен қатар аралас мектептердің санын азайту, аудармадағы олқылықтарды түзеу, мемлекеттік мекемелердегі қазақ тілінің деңгейін арттыру сияқты жүйелі жұмыстар атқару қажеттігі де тілге тиек етілді. Толығырақ тілші тарқатсын. Қаланың қоғам белсенділері мен әкімдік өкілдері мемлекеттік тіл жайын тағы да талқыға салып, тұралап қалған бірқатар түйткілдер төңірегінде әңгіме өрбітті. Кездесуге қатысқан зиялылар тіл мәртебесінің сайып келгенде заңнамалық тұрғыға келіп тірелетінін қадап айтты. 2050 жылда да дәл осылай отыра береміз. Осындай сұрақтар қойып, осындай жауап беріп. Өйткені мемлекеттік тілдің ешкімге қажеттілігі жоқ. Сен миллиард бөл. Оны ешкім үйренбейді, өйткені керегі жоқ. Бұл ең біріншісі сол мемлекеттік тіл туралы заң қабылдауымыз керек. 30 жылдан бері тәуелсіз елдердің ішінде мемлекеттік тіл туралы заң жоқ. Мемлекет біз Қазақстан. Жиында ғаламтордағы түрлі платформаларда аударма сапасы да сын көтермейтіні айтылды. Мамандар тілді үйретуге жаңаша көзқарас керек дейді. Осы тұста қоғам белсенділері мен билік тарапы бірге жұмыс істеуге уағдаласып, аталған мәселелер әкімдікке хат ретінде жолданатын болады. 5 жасар баламен сол 75-тегі үлкен адамға дейін телевизор қазақша телеарна сөйлеп жатыр, немесе радио методика беріп жатыр, ол ана сөздер миында қалу керек. Басқа іспен айналысып жатса да. Сондай методика керек. Бір методика болмағандықтан тіл кері кетіп жатыр. Ең түпкі мәселе осы. Үйренетін методика жоқ. Жеңіл, балаларға бәріне
алып кететін. Сондай-ақ кездесу барысында қалалық тілдерді дамыту және латын графикасына көшу орталығының атқарылған жұмысы сараланды. Орталық өкілдері тіл тақырыбы қоғамда өзекті болып отырғанын атап өтті. Осы орайда қала әкімдігінің қолдауымен мониторингтік топтың құрылғаны белгілі. Алайда мамандар тек ескерту, ұсыныс айтумен ғана шектелуге мәжбүр екенін жеткізді. Кәсіпкерлік субъектілер тексере алмаймыз. Өйткені ол үшін ол кәсіпкерлік кодекспен жүзеге асады. Әкімшілік бұзушылық кодекстің 75-ші бабында ол құзырет бізге берілген, бірақ кәсіпкерлік кодекске келген кезде біз ол мәселемен жергілікті атқарушы орган қазірше айналыса алмайды. Мен осы мәселені тіл комитетінде өткен конференцияда да айттым. Жуырда ғана жұмысын бастаған бақылау тобы 30-дан астам кәсіпкерлік нысанды аралап үлгерген. Олар қызмет көрсету объектілеріндегі мемлекеттік тілдің қолдану деңгейін бақылайды. Мұндай жұмыстар әлі де жүргізіліп жатыр. Назкен Еркін, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмам. Ақпараттық сағат әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Диас Махамбетов. Диас, тізгін өзіңде.